Әкім мырзаға қарсы шығамыз деп, қарсы пікір айтамыз деп соттан бірақ шықтық. Мынау аудандық сот түске дейін рободы ары таскать етіп, бері таскать етіп, мына робот неге сотқа алып келді. Сот уақытша тоқтатылды. Өздері алдағы уақытта хабарласатын болып, айтатын болып, тағы да сот болатын болады. Енді мен не айтам, біз демократиялық мемлекетте тұрамыз дейміз. Сонда әкімнің жіберіп атқан олқылықтарына, жасамайтқан жұмысына қарсы пікір айтқаным үшін мені бұлай заң жүзінде қудалап ары бері таскать етіп атса, білмеймін енді қандай елде өмір сүріп жатқанымыз. Ол бір. Мен өзімнің бала шағамды қорғадым. Менің 1,5 жастағы балам бар, кішкентай ғана. Енді свет болмағаннан кейін үйде жылу да болмайды. Себебі тоққа қоспасаң пешің қайнап кетеді. Үйімде 1 суткадан астам свет болған жоқ. Свет болмағаннан кейін жылу да жоқ. Енді мен өзімнің қатын бала шағамды аяздан, суықтан қорғағаным үшін, әкімнің жасамайтқан жұмысынан бетіне басып айтқаным үшін осылай заңмен қудаланатын болсам, мен өзімнің ары қарай егеменді елде өмір сүріп атқаныма күмәнім бар. Сот алдағы уақытта тағы да болатын болады, тағы да келеміз. Енді оған дейін иншалла енді уақытым бар. Адвокат тауып, адвокатпен как положено өзімді қорғайтын боламын. Ханға датын айта білген адамбыз. Жаңа ханға датын айта білген, датын батып айта білген қазақтың ұрпағымын. Бұл кісі әкім, ешқандай да хан емес, ешқандай да президент емес. Президент болса да біз ол кісіге жаңағы өзімізді азаматтық пікірімізді білдіруге хақымыз бар. Бір ауылдың әкімі екенмін деп, таныс тамырым бар екен деп, инициативтері бар екен қасындағы өзін қорғап тұрған. Енді бұндай адамдардың таныс тамыры бар адамдардың дәуірі жүріп тұрған уақытта бұларға қарсы шығу әрине қиын. Психологиялық тұрғыдан да уақытыңды да жеп қояды, жүйкеңді де құртып қояды. Бірақ мен өзімнің отбасымды қорғадым бірінші. Екінші, халықтың қинап, халықты қана батырған адамдарға қарсы шықтым. Мен ақпын, аққа құдай жақ. Иншалла, қандай сот болса да мен әділмін, адалмын. Мен жеңіп шығам. Таңғалам. Күдіктене